Қала әкімдігінде Арыс қаласы бойынша бюджет түсімдерін ұлғайту мақсатында 2021-2022 жылдары қосымша кіріс көздерін анықтауға бағытталған іс-шараның орындалуы туралы жиын өтті. Қала әкімінің орынбасары Ербол Ақтаевтың төрағалығымен өткен жиынға экономика және қаржы бөлімінің басшысы және мекеме басшылары мен жұмысшы топ мүшелері қатысты. Күн тәртібінде Арыс қаласы бойынша бюджет түсімдерін ұлғайту мақсатында 2021-2022 жылдары қосымша кіріс көздерін анықтауға бағытталған іс-шараның орындалуы туралы болды. Енді қосымша кіріс көздеріне келетін болсақ, қазір 2021 жылға өндірістік емес төлемдер біздің берген тапсырма несі салық есептілік нысандары, әкімшіліктің берген бөлімдерінің есептері бойынша бәрін есептеп келген кезде қазір бізде жылдың басында 6579 салық салу объектілерінен жалпы 134 миллион теңге бізде қосымша резерв бар деп есептегенбіз. Қазір бүгінгі күнге осы 7 айда бюджетке қосымша барлығы жергілікті бюджеттен 75 миллион теңге түсіп отыр. Оның ішінде өндірістік төлемдер бойынша 28 миллион, камералды бақылау деген 40 миллион, берешектерді өндіру бойынша 7,5 миллион теңге түсіп отыр. Енді бұл жерде айтып кететін мәселе, анықталған қосымша кіріс көздері бізде енді 50%-дан жоғары өндіріп отырмыз, бірақ 9 ай бойынша есеп беру бізге тапсырма беріліп отыр. Бұл жерде басты көтеретін мәселе, ауыл округтары бойынша қазір тізімін қалыптастырып алмас әкеп отыр жігіттердің бәріне. Көлік салығы бойынша қарыздар, жер мүлік бойынша қарыздар, есеп тапсырмаған шаруашылық қожалықтары бар жаңағы. Мынау мүлік салығы бойынша 20 жылға төленуге тиіс. Осы 1 қазан 2020 жыл салық міндеттемелерін орындау мерзімі келеді 1 октябрьға. Соған дейін салық төлеу керек мүлік салықтарын. Жиын соңында аталған күн тәртібіндегі мәселелерге арнайы мерзім бекітіліп, сол мерзімге дейін аяқтауын тапсырды. Гүлназым Жүсіпбекқызы, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.